Сәлеметсіздер ме балалар? 78-ші сабақ И дыбысымен әріпі. Каналға жазылуды ұмытпа. И әріпі бізде дауысты дыбыс. Дауысты дыбысты біз созып айтамыз балалар. Бірге қайталап жіберейік. И. Жақсы балалар. Енді қарамен жазылған сөздерді бірге оқиық. Би, ши, жи, жиын. Иық, қиық, ирек, ширек. Балалар, өздерің тағы да қайталап оқып, буынға бөліп және сөзді тұтастай оқыңдар. Келесі сызбаға сәйкес 3 сөйлем құра дейді. Бірінші, уықты. Не істейді балалар? Уықты, шаншиды, шиді, тоқиды, кезді, басады. Келесі тапсырма. Орны ауыстырылған сөйлемдерден мәтін құра. Бірінші, инелік, пайдалы жәндік. Ол шыбын масамен қоректенеді. Мен оның суретін салдым деген сөйлемдерді жазамыз балалар. Келесі тапсырма. Мәнерлеп оқы және жаттап ал. Ұзын құйрық инелік, инелікке тимелік. Тік ұшақты жасадық, инеліктен үйреніп. Әбдірахман Асылбек деген кісінің өлең екен балалар. Сонымен ары қарай инелік сөзінен көптеген сөздер құрап жазыңдар дейді. Ине, елік және қандай сөздер жазуға болады балалар? Кел және киін деген сөзде шығады. Жақсы балалар. Ары қарай соңғы тапсырма. Ит мұрын, шипалы жидек. Дәптерімізге жазып аламыз және буынға бөліп оқимыз. Және жоғарыда берілген өлеңді жаттап аламыз балалар.